That's how he gets the attention of the people. That's a great answer, but you didn't answer the question. There's a right hand. Еліміздің ғана емес, әлемдік бокс жұлдызы Геннадий Головкиннің промоутерлік компаниясында қазір көптеген талантты боксшылар бар. Солардың бірі екінші орта салмақ, яғни 76 келіде жұдырықтасып жүрген отандасымыз Али Ахмедов. Біз бүгін қазақтың көк туын ақшта желбіретіп жүрген кезекті бір отандасымыз жайлы айтатын боламыз. Достар, бастамас бұрын кішігірім хабарламамыз бар. Енді біз ережесіз жекпе-жек жайлы да қызықты видеолар шығаратын боламыз. Ол үшін әлем MMA арнасына тіркеле отырыңыздар, сілтемені комментарийдан таба аласыздар. Ассалаумағалейкум достар. Әлемдік бокс жайлы қызықты ақпараттар беретін әлем боксинг арнасына қош келдіңіздер. Али Ахмедов 1995 жылы 16 шілдеде Алматы қаласында дүниеге келеді. Бала кезінен Сағатбек Бұсахановтың қолында жаттыққан ол 9 жасынан бастап турнирлерді бірінен соң бірін жеңе бастайды. Жасөспірімдер мен студенттер арасындағы халықаралық турнирлердің бірнеше рет жеңімпаз атанған Алиге құраманың сапына қосылудың сәті түспейді. Ахмедов ересектер арасында ауысқан уақытта 81 келінің бірінші нөмірі Лондон Олимпиадасының күміс жүлдегері Әділбек Ниязымбетов болатын. 2015 жылы Әділбек пен Алидің арасында жекпе-жек өтеді. Жалпы тең дәрежеде өткен бұл кездесудің соңғы раундында Алидің оң қолы Әділбекке тура тиіп нокдаун саналады. Раунд аяғына таман өте жақсы екі шабуыл ұйымдастырды және То самое падение упал, конечно, не после нанесенного удара, а... Сонымен төреші қазір есеп ашты. Дегенмен бұл жекпе-жектің жеңімпазы Әділбек атанып, өзінің екінші олимпиадасында күміс алған болатын. Төрешілердің шешімімен бұл жекпе-жекте Әділбек Ниязымбетов жеңіске жеткен екен. Әділбектің өзі мұндай шешімді күтпегендігін аңғартуда. Ал Али болса бірден кәсіпқой боксқа ауысып кетеді. Алғашқы жекпе-жектерін Қазақстанда және Польшада өткізіп, барлығында жеңіске жетеді. Бірде 2016 жылдың соңында өзінің 5-ші жекпе-жегінен алдын оң қолын жарақаттап алған ол, кездесуден бас тартпай, қарсыласын тек сол қолымен ғана жеңіп шығады. 2017 жылы ақшқа аттанудың сәті түскен Алиге тіпті Мейвезердің бокс залында жаттығудың да сәті түседі. Тіпті жақында Канело мен абсолюттік чемпион атағына таласқан Калеб Плантты спарринг кезінде қалай қуалап жүріп соққандығын да көруге болады. жылдың жазында өзінің 7-ші жекпе-жегін ақшта өткізген Али қарсыласы Кен Холландты алғашқы раундта нокаутқа жібереді. Бұл кезде 79 келіде жұдырықтасып жүрген ол осы салмақтағы NIBF белдігін жеңіп алады. Бұл белдікті көп ұзамай Қазақстанда өткен жекпе-жегінде америкалық Джастин Томасқа қарсы қорғайды. Али қарсыласын 8-ші раундта техникалық нокаутпен жеңеді. 2017 жылдың соңында Ахмедов бір айдың ішінде 2 жекпе-жек өткізіп, екеуінде де жеңіске жетеді. Осы жылы Али Головкиннің промоутерлік компаниясымен келісімшартқа отырған болатын. Енді олар Triple G мен бірге жаттығып, Геннадийдің андеркардында жекпе-жектерге шыға бастайды. Сонымен қатар Головкиннің бапкері мен Максим Головкин де Алидің командасына қосылады. 2019 жылдың басында Ахмедов 76 келіге түсуге шешім қабылдап, осы салмақтағы алғашқы жекпе-жегіне шығады. Қарсыласы америкалық Майк Гайды нокаутқа жіберуге қанша тырысқанмен құлата алмай, ұпай санымен жеңеді. 15-ші жекпе-жегінде отандасымыз WBC International Silver белдігі үшін жекпе-жекке шығады. Қарсыласы әлі жеңіліс көрмеген америкалық Маркус Макдэниелді Али 2 раундтағы жекпе-жектен бас тартуға мәжбүр етеді. 2019 жылдың күзінде белдігін қорғау кезінде тағы бір америкалық Эндрю Хернандесті алғашқы минуттағы нокаутқа жібереді. Енді 16 жекпе-жектің барлығында жеңіске жеткен Али Ахмедов чемпиондық белдікке таласуға дайын, енді мықты қарсыласпен шығу керек деген критикалар айтыла бастайды. 2020 жылдың соңында Triple G Promotions ондай қарсылас та табады. Венесуэлалық Карлос Гонгора 18 жекпе-жектің бірде-бірін жеңілмеген екен.
Екі жеңілмеген проспектілердің жекпе-жегінде екінші орта салмақтағы IBO белдігі сарапқа салынады. Жекпе-жек бастала сала Али қарсыласын уақытынан бұрын жеңуге ұмтылып, ауыр соққылармен прессинг жүргізе бастайды. Алайда Гонгора соққы өткізіп алған жағдайда бірден клинч жасап отандасымызға мүмкіндік бермейді. Жақсы, қазір нокдаунға да жақын қалған сияқты. Жекпе-жек ортасынан ары қарай шаршай бастаған Али тізгінді қарсыласына беріп қояды. Енді Гонгора ашықтан ашық шабуылға шығып, прессинг жүргізе бастайды. Көрсете бастады. Несколько жестких ударов в исполнении Ахмедова. И опять правый боковой удар. Осылайша өткен жекпе-жектің 12-ші раундында бар күшін жинап шабуылға шыққан отандасымызды қарсыласы апперкотпен нокдаунға түсіреді. Есін жиып үлгермесе де орнынан көтеріліп жекпе-жекті жалғастырған Алиді қарсыласы тағы сол қолдың апперкотмен сұлап түсіреді. Ахмедов аяқта тұрып қалады деп сенеміз, жоқ. Отандасымыз қанша тырысқанмен рефери санап біткенше орнынан көтеріле алмайды. Осылайша Али Ахмедов жап-жақсы бастаған жекпе-жектің 12-ші раундында нокаутпен жеңіліп қалады. Егер Али құлап қалмағанда, төрешілер шешіммен жеңіске жетуі әбден мүмкін болған екен. Дегенмен болған нәрсе болды. Маңызды жекпе-жегін жеңілген Алиге енді қайтадан барлығын бастауға тура келеді. 2021 жылы рингке оралған отандасымыз осы жылы 2 жекпе-жек өткізіп, екеуінде де жеңіске жеткен болатын. Гонгораға жеңіліп қалған. 2022 жылы Алиге үлкен жекпе-жектерге оралуға тағы бір мүмкіндік туады. 2022 жылы Бұл жолғы қарсылас бізге жақсы таныс Габриэль Росадо болады. Кезінде Генадан жеңілген Росадо осының алдында ғана өзбекстандық бокс жұлдызы Бектемір Мелкузиевті нокаутқа жіберген болатын. Жекпе-жек Головкин мен Канелоның 3-ші жекпе-жегінің андеркардында өтеді. Жеңілісінен қорытынды шығара алған Али жекпе-жекті сақ бастайды. Бұрынғыдай қарсыласты нокаутқа жіберу үшін бас көздемей алға ұмтылмайды. Өйткені жоғары дәрежедегі кез келген боксшы сәл ғана қателескеніңді байқаса, ол қателік кейін ауыр нокаутқа айналуы мүмкін. Жалпы 10 раундтық жекпе-жектің әрбір раундының тізгіні отандасымыздың қолында болады. Қарсыласын қашықтықта ұстаған Али Росадоның ашық айқасқа шақырған шақыртуын қабылдамай қояды. Осылайша төрешілер шешімімен жеңіске жеткен Ахмедов өзінің 20-шы жекпе-жегінде 76 келідегі WBC Silver белдігін жеңіп алады. Осыдан соң Али Қазақстанға оралып, ұлттық құрамамен оқу-жаттығу жиынын өткізіп, жақында ақш-қа қайта келген болатын. Қазірше кіммен және қашан жұдырықтасатындығы белгісіз. Бұл салмақтағы 4 чемпиондық белдіктің иесі қазірше мексикалық Сауль Альварес болып тұр. Канелоның Головкин секілді тағы бір қазақстандықпен жұдырықтасып, өзіне қиындық тудыруы екіталай нәрсе. Мүмкін жақын уақытта белдіктерді босатып қалса, сонда Алиде чемпиондық жекпе-жекке шығу мүмкіндігі пайда болатын шығар деп үміттенеміз. Головкиннің жолын жалғастырып, рингке шапан киіп шығып жүрген отандасымызға тек қана жеңісті жекпе-жектермен Қазақстанның көк туын әлемдік ареналарда желбірете беруін тілейміз. Қалай ойлайсыздар, Алидің чемпион атануға мүмкіндігі жетеді ме? Комментарийға жаза отырыңыздар. Сіздермен болған Әлем боксинг арнасы.